Көшелер тар болғаннан кейін остановка осындай. Міне 2А деген автобусты күтіп тұрмын. Мына жерден адамды өтеді. Жаңа қазір келіп автобус тоқтаған кезде мына жолды жоқ болады. Бүкіл машиналар күтіп тұруына тура келеді. Копенгагендегі хостел. Мына жерде менің шкафым. Кілтпен жоқ қойдым. Кілт өзімдікі. Туалет. Болады. Жақсы өте жап-жаңа. Мына жерде 2 адам, ана жерде 2 адам, ана жерде 6 адам. Мынау душ. Андай. Мен мына жерде жатам. Вот, жақсы ресепшнде астында бәрінде спорт залына кешейін бар, бірақ олар уже платный. 2000 теңге ма сондай, бір кіруің. Спорт залы жалпы болады. Қазір ресепшнде барып көрсетейін сіздерге. Мынау асты. Жаңа ресепшн жағы. Мына жақта ресторан. Ресторан бар. Астында осылай көріп тұрғандарыңызда жалпы футбол ойнайтын жер бар, сосын ар жағында осындай тренировка жасайтын жер бар. Бұған кіру платный, жеке ақша төлеуің керексің. 1500 теңге ме, 2000 теңге сондай. Ал хостел өзі бір күнге 12500 теңге болды теңгемен шаққанда. Аты Next House Copenhagen деген хостелдің аты осындай. Жалпы өте тиімді, евро ремонт. Данияның ярмаркасы. Ойбай. Құлақ бұлжыдан ғой. Күші соқып мұны? Қазір Еуропаның барлық қалаларында сол. Асық кеттейсің оны. Менде уақыт жоқ, тез жүрмін, ал бұған асықпай. Енді бұлар сондай халыққа. Жолдың үстіне стол отырған. Бұл бітті. Сағына оқылды что-то. Мына көшелері күшті екен, әдемі. Мына жақта да адам көп. Мына жақта қымбат киім сататын дүкендердің бәрі осы көшеде екен. Бірақ ярмаркалары кішкентай ғана екен. Таңертең келген жеріме кеште келдім, түнде. Әдемі көрінеді екен түнде. Адам көп. Коньки деп қатам ғой деймін, бағасын сұрау керек, қанша тұрады екен.
коньки дебетінің бағасы 55 минутқа 70 крон екен, 70 кронның 5600 теңге ғой. Болады жалпы. Мұндай әдемі көріністердің арасында. Мына жерде коньки дебесін 5600 теңгеге 55 минутқа. 1 сағат па? Мына жақ тіпті әдемі болып кетті ғой, ертегідегідей. Күшті болып тұр. Керемет. Судың мына жақ бетінен күшті көрініп тұр. Метродан шығып кетіміз. Осы жолда қалың Копенгаген жанкүйерлерінің арасында жүргесін ғой. Алдыңғы жолда интерлердің жанкүйерінің арасында болып едім. Стадион қарап өттім, стадион. Бүгін енді Қайрат ұтады деп үміттенемін. Адам деген көп. 35 мың ба, 38 мың адам сияқты. Осы жол толып тұрады сияқтымыз ғой. Өйткені сайттар бар емес, бәріне ортақшы. Сол сайттардан қарағанда билет бітіп қалған болатын уже. Ойынға 20 күн қалған кезде амин. Қайраттың сайтынан алдым да, ол жерде билет бар. Өйткені біз Қайраттың фанаттарымыз ғой. Сондықтан бүгін адам көп болады. Ойын өте жақсы, керемет болды. Енді эмоцияны сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Мына жерде Қайратта күшті мүмкіндіктер болды. Енді соның 1-2-3-ін түсіріп үлгердім. Енді сәттілік жетіспеді Қайратқа. Енді мына жерде кішкене качество төмен, оған кешірім сұраймын, өйткені телефонға түсіргендіктен. Ойын барысында жақсы кісілермен таныстым. Жалпы ойыннан кейін өзіміз барып жиналып отырдық. Жалпы осы Еуропада оқитын студенттер, жұмыс жасайтын қазақтар, енді жақсы кісілермен таныстым. Иә, өте күшті болды жалпы. Аэропортта заттарым салып жатыр. Мына жерде ыңғайлы жасап қойған, күшті ше. Егер косметика нелер болмаса мынаған салсаңыз болады. Бірақ менікі өзімнің жеке мынандайым бар да, керек емес. Және мынау бутылкадағы суды осының ішіне суды құясың, мынаған бутылка. Өзін тастамайсыз, только суын ғана құясыз. Бутылка қоқыстарды ана жерге алып тастайсыз. И тексеретін жағы ана жақта да. Сіз мына жақтан уже дайындалып барасыз, бәрі жеке-жеке бөліп. Сөйтіп ыңғайлы жасаған күшті.